Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Алтынай. Бүгін сіздермен өріктен жасалған творожный чизкейк дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Дәмі бір жасағаннан өте керемет болып шығады. 240 грамм ұнымызға 120 грамм сливочный майымызды үккіштен өткізіп, бір араластырамыз. 3 ас қасық сахарный пудрамыз саламыз. Шым-шым тұз саламыз. 1 шай қасық разрахитель. 1 штук жұмыртқа. Енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Міне бізде осындай масса болу қажет. Енді холодильникке қойып қоямыз, салмасын дайындап болғанша. Бізге енді салмасына творог қажет. Творог 350-400 граммдай болу керек. 1 жұмыртқа саламыз. 4 ас қасық құмшекер. 2 ас қасық сметана. 10 грамм ванильный сахар қосамыз. Шым-шым тұз саламыз. 1 ас қасық кукурузный крахмал. Енді барлығын жақсылап блендермен, или миксермен, или вилкамен жақсылап араластыратын боламыз. Менде мұнда 22 диаметрлік форма. Енді тестамызды соған жайғастыратын боламыз. Жан-жағын бәрін осылай видеодағыдай істеп аласыздар. Міне осылай тегіс істеп, жақсылап формасын істеп аласыздар. Өрігімізді алдын ала ортасындағы сүйегін алып дайындап қоямыз. Енді астына өрігімізді тізіп шығатын боламыз. Енді үстіне творогымызды құямыз. Бетін тегістеп аламыз. Енді үстіне өрігіміздің екінші бөлігін осылай әдемілеп қойып шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоятын боламыз. 170 градуста 40-50 минут пісіретін боламыз. Міне бізде осындай керемет пирог шықты. Енді суытып алып, жанын пышақпен осылай кесіп алып, одан кейін формадан ажырататын боласыздар. Холодильникке 20-30 минуттай салып, одан кейін жіберсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыз. Маған тіркелуді ұмытпаңыз.